ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін мен сіздерге біздердің қате айтатын сөздерімізді таныстырып, соның дұрыс айту жолдарын көрсеткім келеді. Бұғанға дейін де мен қателеспесем бір сабақ арнағанмын. Кейбір сөздер қайталануы мүмкін, бірақ жаңа сабақтарда бар. Дегенмен қайталанса қайталансын, себебі қайталау оқу анасы. Сонымен бірінші сөзіміз purchase деген сөз. Purchase'ті мен кейбір адамдардың purchase деп айтып жүргенін естіп жүрмін. Ол purchase емес, екпінді бірінші буынға түсіреміз. Ол purchase деп айтылады. Purchase. Приобретать, қандай да бір нәрсені алу дегенді білдіреді, сатып алу. Мысалы үшін, we purchased medical masks for our employees. Біз өз қызметкерлеріміз үшін медициналық маскалар сатып алдық деген сөзге we purchased. Келесі бір сөз бетон деген сөздің ағылшыншасы concrete. Concrete деп айтылады, бірақ оны көп елдер concrete дейді. Concrete емес, concrete. Бетон, цемент деген сөзге concrete walls. Бетон қабырғалар. Concrete floor. Бетон еден. Бетон еден деген сөз. Келесі сөз әріптес деген сөзге. Әріптес деген сөз colleague емес, colleague. Бір әріптес болса colleague, көп әріптес болса colleagues. Ал бізден кейбір адамдар қалай айтады? My colleague, my colleagues дейді. Ол дұрыс емес. Бірінші буынға екпін түсіреміз. Colleague, okay? Let me introduce my colleague to you. Сіздерге өзімнің әріптесімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. This is Marat. Или же this is Marjan и так далее. Сонымен colleague дейміз. Вот. Келесі сөз анықтау, шешу дегенді білдіреді, окей? Ол determine деп айтылады. Determine. Ал оны біздің кейбір адамдар determine деп айтып жүр. Determine дейді. Determine емес, енді ағылшын тілінің оқылу ережелеріне байланысты ашық буын mine деп оқылу керек. Негізінде майндағы ай әрпі ай болып оқылу керек негізінде ереже бойынша. Бірақ сіздер білесіздер, ағылшын тілінде ережеге бағынбайтын сөздер өте көп. Сондықтан да бұл determine емес, determine. Determine анықтау, белгілеу, қандай да бір шешім шығару дегенді білдіреді. Так, бұған қандай мысал келтірсек болады? Determine. We determined that 25 pieces of equipment were missing. Біз 25 дана құралдың жоқ екенін анықтадық. We determined that 25 pieces of equipment were missing. Okay? Процесс деген сөзде. Процесс деген сөзде біздің кейбір адамдарымыз Ц әрпін айтып жүреді. Процесс орысша, қазақша, оларда процесс дейді. Процесс емес, process. Process. This process is easy and этот процесс легкий и simple, да, простой. This process is easy and simple. Мына процесс жеңіл әрі қарапайым, окей? Процесс емес, process. Келесі, процедура деген сөз. Процедура деген сөз, procedure дейсілат кейбіреулер. Procedure. This procedure talks about blah blah blah, да? Мына процедура мынандай нәрсе туралы айтылған. Procedure емес, procedure. This procedure runs about blah 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 blah, да? Мына процедура мынандай туралы айтады деген сөз. Так, келесі жақында бір жиналысқа бардым, сонда біздің ағылшынша өте жақсы сөйлейтін бір баламыз бүйтіп айтып отыр. Консультант деп. Консультант деген ол кәдімгі орысша сөз. Консультанттың произношениесі ағылшынша consultant. Okay? Мысал үшін, my friend has become
a consultant and I'm very happy for her. Okay? Менің досым консультант болды және мен ол үшін өте қуаныштымын деген сөз. My friend has become a consultant and I'm very happy for her. Okay? What else? Так. Келесі сөз комментарий деген сөз, пікірлер. Комментарий деген сөз comment емес, comment. Please leave your comments down below дейміз, әдетте YouTube'тың соңында видео жазғанда please leave your comments down below. Пікірлеріңізді видеоның астына қалдырыңыздар деген сөз. Сонымен бүгінгі сабақ осымен тамам. Осы сөздерді біліп жүріңіздер. Қате айтпаңыздар. Сіздерге қандай сөз қиындық келтіріп жүр, немесе қандай тақырып қиындық келтіріп жүр, пікірге қалдырыңыздар. Leave your comments down below about the topics we would like me to talk about in future. And I'll try to submit to your demands, okay? Мен сіздердің айтқандарыңызды орындауға тырысамын. Сонымен, as usual, if you like my lesson, please give me thumbs up, okay? 2 thumbs up would be excellent. It would make me happy. Leave comments and please don't forget to subscribe to my channel, okay? See you next time.